Қазіргі таңда халықтың басым бөлігі әл-ауқатын көтеріп, тұрмыс жағдайын түзеудің қамымен жүр. Кәсіп ашып, мал басын көбейтемін дейтіндер де кездеседі. Алайда олардың ішінде соның нақты тетігін біліп, мемлекеттен несие алу арқылы қожалыққа иелік етіп жүрген кәсіпкерлер де бар. Солардың бірі Аруана қожалығының иесі Нұрдәулет Бақыт. Жас болса да кәсіп түбі нәсіп деген қағиданы ұстанады. Қазіргі таңда трактор алдық 2019-да. Сол тракторды алып, көріп тұрғаныңыздай, шөптердің барлығы, сол өзіміздің трактормен полный косилкасы бар, несі бар, соның барлығын алдық. Мемлекет оны субсидиялап, 6%-пен алдық. 2017-ге таман біз Ақбас осы племной ет бақытындағы сиырға 70 басын алдық. Сол кезде де несиемен алдық. Қазір аналық басы 300 басқа жетті, сол 70 бастан алған. Осы агро арқылы кредит алып біз түйе алдық. Сол түйені көбейтіп, Дубайға прямой арабтармен келісімшарт жасап, 48 бас түйені біз экспорттап жібердік. 2020 жылғы осы Шұбат сүт бағытында біз Қытаймен договорға отырып, Қытайға сүтті экспорттадық. Қазіргі таңда барлығы жақсы, әйтеуір мемлекет көмектесіп жатыр. Жыл сайын мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаулардың арқасында облыстың аграрлық саласы қарқынды дамып келеді. Биылғы жылы саланы қолдауға 18 миллиардтан астам қаржы бөлінген. Яғни егін, мал шаруашылығын дамытуға инвестициялық субсидиялау, жеңілдетілген несиеге, басқа да қолдауларға қаржы қарастырылған. Жұмыс істеймін, еңбек етемін деген жанға мемлекет қолдау көрсетуде.